Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 107-ші сабақ. Алдымен балалар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 17-ші жаттығу ертегіні оқы. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Құстар шөлден қиналады. Ағаштар қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғай желден көмек сұрайды, ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып сала береді дейді. Енді тапсырмаларды орындаймыз. Ертегі бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар деген екен. Балалар бол үшін мәтінді тағы бір оқып шығып, ертегінің мазмұны бойынша сұрақ дайындаңыздар. Сосын менің дайындаған сұрағыммен салыстырыңыздар. Мысалы, су тапшылығы қандай зияны тигізді? Торғай неліктен желден көмек сұрады? Жел күнді не үшін көмекке шақырды? Жаңбыр қалай пайда болды дедік. Ертегідегі негізгі ойды анықта деді. Бұл жерде мәтіндегі негізгі ой судың маңыздылығын көрсету болуы мүмкін, немесе табиғаттағы су айналымын көрсету болуы мүмкін. Су болмаса не болатын елестетіп көр және оны айтып бер дейді. Балалар, егер су болмаса не болады? Көз алдарыңызға елестетіңіздерші. Мысалы, өсімдіктер, ағаштар шөлден қурап қалады, жан жануарлар өледі, орман жойылып кетер еді, адамзат баласы сусыз тіршілігін тоқтатар еді, жер бетіндегі барлық тіршілік тоқтайды. Су, бу, жаңбыр, осы үшеуін байланыстырып әңгімеле дейді. Балалар, ертегіде оқыған мазмұндарыңыз бойынша әңгімелеп көріңіздер. Келесі 18-ші жаттығу мәтінді көркем жаз дейді. Мәтінді дәптерімізге әдемілеп көшіреміз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді дейді. Сын есімдерді тап, олардың сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат дейді. Балалар, сын есім не екенін білесіздер. Олар заттың сынын сипатын көрсетіп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, бізде бұл жерде ақша бұлт дегендегі ақша сөзі, әдемі сөзі, сын есім, олар негізгі сын есімге жатады. Ал енді жидекті тоғай дегендегі жидекті, көңілді деген сөздер қандай деген сұраққа жауап береді? Бұлар туынды сын есімдер. Себебі жидекті дегеннің түбірі жидек, көңілді дегеннің түбірі көңіл. Келесі шығармашылық үзіліс, мақалды тауып жаз дейді. Қараңыздар балалар, мына жерде стрелка бойынша буындарды бір-біріне қосып оқып көріңіздер, сол кезде мақал шығады. Сіздерде қандай мақал шықты? Мысалы, менде Дария жанынан құдық қазба деген мақал шықты. 20-ші жаттығу ойлан тап дейді. Кішкентай Дархан көрген нәрсесін айтып жеткізе алмай тұр. Ішкі үйге бір құс ұшып кіріп қайта шығыпты. Дәл соған ұқсайтын құс Сәуле апайдың ауызғы үйіне ұя салыпты. Дарханның көргені қай құс? Көмекке кел, сипаттап көр дейді. Дарханның көргені қарлығаш дейміз. Ол адамдардың мекеніне жақын жерлерге, үйлерінің қабырғасына ұя салады. Қарлығаштың тұмсығы қысқа, тұмсығының түбі кең, езулерінің арасы алшақ, қанаттары жіңішке әрі ұзын, дене бітімі ерекше сымбатты, саусақтары қысқа әрі әлсіз, жерде жүруі ебедейсіз дейді. Қарлығаштың қауырсыны тығыз, жотасы қара түсті, жылтыр болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.